Сәлем достар. Айсара, бірге амандаспайсың ба? Сәлем достар. Біз көптен бері видеоға түскен жоқпыз, тек бүгін осы дайындалайын деп отыр. Бұл жерде біз енді кухня түсіреміз қазір. Сізге Аладдин рецептін көрсететін боламыз. Ол Аладдинға бізге шприц керек, себебі біз одан любой форма жасай аламыз. Хоть Микки Маус болсын, хоть мишка болсын, жүрек болсын, и даже адам мен сумканы даже жасауға болады. Бәрін жасаймыз. Қазір енді ингредиенттерді дайындау керек болады. Ал енді бізге Аладдиннің ингредиенттары жасауға шекер, сосын ұн, 2 жұмыртқа, сосын тұз. И еще керек болса, сізге ішіне шоколадты да қоса аласыз. А если шоколад болмаса, Аладдин шоколадсыз да дәмді болып шығады. Еще бізге сүт керек. Бірінші бізге мына кастрюлькаға ішіне осы ингредиенттерін салып, бізге не істеу керек? Крем сияқты жасау керек. Тесто. Бірінші бізге жұмыртқаларды тізбек істейміз. Жұмыртқаны дұрыс не істей алмаймыз. Енді мен істейінші. Ол сондай өзі сондай болады. Давай, жар. О, молодец. Жерге қой. Бля. Енді келесі не қосамыз? Онда. Секер. Қотып қоймасын епкен болып қалайсың. Смізге маңдай керек. Болды сияқты шекер. Бізден араластырамыз. Енді араластырамыз да. Сүт қоспайды ба? Потом қосамыз онда. Жаңа нелерін жарсыншы. Мен жарайыншы. Екінші. Айтпақшы, Айсарадан новый повязка. Бұрындағы фотоларымызды қарап атсақ, сол Айсара, оказывается, сол розовый повязкасымен бұрыннан бері, кішкентай жасынан бері жүрген екен. Содан кейін ана повязкасын лақтырып тастап, ондай новый повязка алып берді. Өте әдемі, андай жұмсақ тигізсе. Өз повязкаларды жақсы көреді, нелер жүрмейді андай. Шашсыз. Ой, челкасыз. Ой. Сіздер ғой, короче. Все. Жеуі болды. Жоқ, қазір болмайды ғой. Жылтық бар ішінде. Бірақ негізі спортсмендар піспеген жұмыртқаны жейді. Маша и Медведьтегі қара аю бар емес па сонда да. Сосын ол Кастуға ма, сосын бетмесі. Давай. Тағы біз немен қосып? Дай. Кішкентай ағыстағы. Емес жемейм? Емес. Oh my gosh. Үстейін қазір. Онда тағы қойу керек. Ема! Жиналып кетті. Катышкалардың ішінде ұндардың нелері болады. Соны жарсаң кәдімгідей ұн шығады. Енді қазір мынау алып тастаймын.
Енді тұз қосамыз. Сосын мындай кішкентай қасықпен біз тұз алып алдық. Мындай кішкене деп. Сосын мынаның бәрін қосамыз. Бүйтіп. Тағы да кішкене. Өйтір. Обязательно сөйтіп қосу керек па? Модель бұл. Модель емес. Так, бәрін көрсетіп. Сүт де қоса? Чуть-чуть. Давай. Мен. Арастыр. Сүтті де алып істейміз. Кукурузный сияқты. Кукурузный. И дальше бізде бұл жерде плита бар, сосын бізде бұл жерде. Плита ол бізде электрический. Оны бірақ мама папасы жасамаңдар. Олай болмайды. Біз қазір электрический жасаватық, себебі мына сковородканың асты ана жерге жасасақ отқа. Онда ананың краскасы кетіп қалады. Сондықтан біз осы электрический плитаға жасаймыз. Енді мен бәрін араластырдым ба дұрыстап. Енді бізге қазір шприц па, сондай керек болады. Бірақ обязательно инесін алып ұстап жасау керек. Инесіз шприц болады. Содан оны жуып алу керек. Осылай шығып отыр бізде. Маған ұнның өстіп не істеп қалатыны бар емес па? Гладкий болып қалатыны, сондай ұнайды маған. Алып кетеміз. Емесе қайттан перемешать. Опять. Ал достар, енді біз электрический плитаны қосамыз. Енді біз енді шприцтарымызды уже дайындап қойдық. Ішін жуып алдық. Мамамыз бізге инелерін алып берді. Сосын инелерін өзіңіз болғанда инелерін алмаңыз. Себебі оны мама папамен бірге жасау керек. А если 14 жастан асқан бала болсаңыз, онда болады оны істей беруге уже. Инемен сосын қайшымен ойнамаңдар. Вот болды біздің плитамыз ысқан сияқты. Енді біз мына шприцтармен бүйтіп жидкості сорып аламыз да. И потом өзіміздің қалаған суреттерін бүйтіп саламыз. Қызды ма? Опа. Любой сурет сал, какой хочешь. Привет. Балдар, мынаны пластиковый заттарды ыссы затқа тигізбеңіз. Пластик ысыға балқып кетеді. Желательно мындай ағаш заттармен істесеңдер болады. Қазір асты піссін. Достар, сонымен мынауымыз сковородкамыз қызбай піспей қалған болатын. Сондықтан сізге мындай ойыншықты не советуйдан болсын екен. Қазір енді маманың құралдарымен алып, мама бізге ана жерде газовка не істеп берді, дайындап берді. Енді соған қазір пісіретін боламыз. Екеуміз қаяқшы. Давай, көмірші. Опа. Жетпей қалса? Жоқ, жетеді. Қымай қаш. Оны ананы істей бермедің бе? Жоқ. Мен мына жерімді отыр. Бір шприцтен не істей берейік, бір неден. Жетсе де, жетпесе де өзің андай формочкасы. Мына жерді енді қыз... Айсара, толтырмай-ақ қой дейін. Неге? Толтырмай-ақ қой. Тек бүйтіп бір неден. Осында бір попыткадан бүйтесің де. Все, осы жетеді.
Сонымен достар, бізде мынау жақсы келген позиция. Переворачивайтесь. Қалай переворачивать? Екі. Болған шығар мен уже. Короче, біз көп ұстап қойғанбыз. Мынау көтеріліп жатыр. Қайс? Көтеріліп кетіп жатыр. Онда пісіп жатыр. Сен жоқсың. Кет бар құрсын. Вот осылай шықты бізде достар. Оңай кәсіп. Немного кейбіреулері подгорелые, бірақ келесілері жақсы шықты. Иә, мынау әлі тұр. Мен жеп көрем. Не советуем ондай ойыншық. Ысы ма? Қалай? Мұш шықты. Мен жеп көрем, мен өзімдікін смайлик сияқты. Смайлик сияқты. Ал достар, келесі кездескенше біз енді осындай сияқты қызық видеолар түсіре береміз. Енді сіздердің қасындамыз. Сау болыңыз.